Тақалда бір Қарағандыда өткен үлкен концертті айтып шықтым. Бұл Мағаш ағамыз көндерден естігеніміз бар. Өзінің ашығына шығарған ән екен. Енді алтын тәтемізбен көңіл қосты, содан бала сүйді. Мұхаммедқали кім бар? Аңсаған бар. Сол өзінің ашығын өзі ауырып, денсаулығы дімкәскісі ауырып, ауруханада жатқанда басқа біреулер алып қашып келеді екен. Сондағы шығарған ән екен. Сурет сыры, сөзі де, әні де өзінікі. Жаңа айтайын дегенім, бұл жерде Дархан деген досымыз отыр. Жалпы біздің Сәкен ауылы, Сәкен атамыздың аулаған жері ғой, өскен жері, Арғын ауылына тұлпар тартылған өңір. Жаңа ортаға шығып биледі көрдіңіздер. Бұл Дархан бала кезімізден бірге өстік. Дархан ән де айта алатын, айтысқа да түсетін. Мына біздің елімізде брек деген би мода болды, бректі билегенде қатыратын. Бүкіл ауылдың қыздары ғашық болатын осы Дарханға. Қол-соғып қошеметтеп қойыңыздар Дарханның құрметіне. Біздің ауылдың 73-тері. Мына 74-тен мені ғана шатырмасын ғой деймін. Өлеттің сенің қарап күн тұрды, сағынышта ауыр жүкпе деп білді. Ойлай келді қайырке, қиялым мені саған ұшпақ боп тұрды. Ойлай келді ақерке, қиялым мен саған ұшпақ боп тұрды. Есімі де сол бір сезім көктеді. Едің ау сен бір арман көктегі. Гүл бақшада сыр шертіскені тәтті шақ, елес беріп көз алдымнан кетпеді. Солдырмайды мұңғыр жазып балығымдар, аз күлкің мені пәк сезімге толды бар. Елдің деймін сен іздеп